Моңғол империясының құлауы орталық Азияда үлкен өзгерістерге әкелді. Бұл бір кездері құдіретті империяның күлінен көптеген шағын хандықтар пайда болды. Олардың әрқайсысы билік пен ықпал үшін күресті. Олардың арасында қазіргі Қазақстанның оңтүстік шығысы мен Қырғызстанның бір бөлігін қамтыған Моғолстан хандығы, және қазіргі батыс Қазақстанның аумағында билік жүргізген Әбілқайыр хандығы болды. Моғолстан, яғни Монғолдар елі, әртүрлі мәдениеттер мен халықтардың мекені болды. Ол өзіндік ерекшелігін қалыптастырғанымен, Моңғол империясының мәңгілік мұрасының дәлелі ретінде тұрды. Ал Әбілқайыр хандығы көшпелі тайпаларды күшті орталықтандырылған билік астында біріктіруге тырысқан жаңа күштің көтерілуін білдірді. Бұл екі хандық, шығу тегі мен бағыты жағынан әртүрлі болғанымен, Қазақстанның саяси және мәдени көрінісін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Олардың тарихы амбиция, қақтығыс және төзімділік туралы әңгімелермен тығыз байланысты. Қазақ тарихының қызықты кезеңіне көзқарас ұсынады. Бұл эссе Моғолстан мен Әбілқайыр хандығының шығу тегін, негізгі тұлғаларын, маңызды оқиғаларын және мәңгілік мұраларын зерттейді. Қазақстанның бай тарихын түсінудегі олардың мәңгілік маңыздылығын атап көрсете отырып, қазақ мәдениетінің, саясатының және қоғамының дамуына әсерін қарастырады. Моғолстан мен Әбілқайыр хандығының пайда болуын, Шыңғыс ханның кең империясының төрт мұрагер мемлекетінің бірі, Шағатай ұлысының ыдырауымен байланыстыруға болады. Бір кездері, орталық Азиядан Қытайдың бір бөлігіне дейін созылған қуатты мемлекет, Шағатай ұлысы ішкі қайшылықтар мен сыртқы қысымдарға тап болып, нәтижесінде бөлшектенді. Моғолстан, 14 ғасырдың ортасында Шағатай ұлысының шығыс бөліктерінен пайда болды. Шағатай әулетінің ханзадасы Тоғлық Темір өңірдегі билігін нығайтып, Моғолстанды жеке саяси құрылым ретінде құрды. Хандық Қазақстанның оңтүстік шығысын, Қырғызстанды және Өзбекстанның шығысын қамтитын кең аумақты алып жатты. Сонымен қатар, Әбілқайыр хандығы бұрынғы Шағатай ұлысының батыс далаларында пайда болды. Шыңғыс ханның ұлы Жошыдан тараған Әбілқайыр, 15 ғасырдың басында көрнекті тұлғаға айналды. Сол кездегі саяси тұрақсыздықты пайдаланып, ол бірқатар көшпелі өзбек тайпаларын өз туы астында біріктірді. Екі хандықтың құрылуы да қақтығыстар мен бірігулермен ерекшеленді. Билеушілер өз биліктерін орнатуға тырысты, көбінесе әскери жорықтар мен стратегиялық одақтар арқылы. Бұл кезең хандықтардың болашақ бағыттары мен қазақ халқына әсерінің негізін қалады. Моғолстан мен Әбілқайыр хандығының тарихы, олардың билеушілерінің өмірі мен іс-әрекеттерімен тығыз байланысты. Бұл көсемдер өз хандықтарының тағдырын қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Қазақ тарихының жылнамаларында жаңғырғып келе жатқан мұра қалдырды. Моғолстанда Тоғлық Темір негізгі тұлға ретінде ерекшеленеді. Ол хандықтың тәуелсіздігін орнатып, болашақ өркендеуінің негізін қалады. Оның билігін нығайтуға, исламды насихаттауға және көршілес билеушілермен одақ құруға бағытталған күш-жігермен ерекшеленді. Моғолстанның тағы бір маңызды билеушісі Есен Бұғы Ақтам. Ол әскери шеберлігімен және хандықтың аумағын кеңейтуге күш салғанымен есте қалды. Есен Бұғы Ақтам билігі тұрақсыз аймақта билік етудің қиындықтары мен күрделілігін көрсететін жеңістер мен жеңілістерді бастан кешірді. Әбілқайыр хандығы өз негізін қалаушы Әбілқайыр ханның атымен аталады. Тапқыр стратег және амбициялы көсем. Әбілқайыр көшпелі өзбек тайпаларын біріктіріп, қуатты хандық құрды. Оның билігі кезінде аумақтық кеңеюде, ішкі қайшылықтар да болды. Бұл әртүрлі тайпалық топтардың арасындағы бірлікті сақтаудың қиындықтарын көрсетеді. Бұл билеушілер әртүрлі жағдайларда жұмыс істеп, ерекше қиындықтарға тап болғанымен, барлығы қазақ даласының тарихында өз іздерін қалдырды. Олардың шешімдері мен іс-әрекеттері оқиғалар барысына әсер етіп, саяси көріністі қалыптастырды және қарамағындағылардың өміріне әсер етті.